Ұстаз жаратылысынан өзіне айтылған нәрселердің барлығын жете түсінген, көрген, естіген, білген нәрселердің жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғырда аңғарымпаз, ақыл иесі, мейлінше шешен, өнер білімге құштар, асаған ағатшыл жаны, жақындарына да, жат адамдарға да әділ. Жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқанудың не екендігін білмейтін ержүрек адам болуы керек. Осы айтылған асыл қасиеттердің барлығы лицейіміздің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Дәрменова Гүлбаршын апайдың бойынан табылады. Егер де мен мұғалім болсам, Гүлбаршын апайдай болар едім. Егер мұғалім өн бойына, өз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілікті жинақтаса, ол нағыз ұстаз. Деп Лев Толстой айтқандай, ұстазымыз әрбір баланың тілін таба білумен, жүзі жылу болумен, өзінің сабақ берудегі өзгеше методикасымен көзге түседі. Баланың жетістікке жету жолында өзі барлығын үйрену керек деген принципінің арқасында талай оқушылар үлкен шыңдарды бағындырып келе жатыр. Арманымның бәрін жазар болсам, дәптерге сыймас еді. Оған ешкім сене де қоймас. Сенсе тек Рахманов ағай ғана сенер. Ол бәрін де біледі. Жұрттың бәрінің жан дүниесін түсінеді. Шіркін-ай, барлық адам баласы осындай болса, өмір тіпті тамаша болар еді. Лицейімізге ұстаз ретінде қайта оралуыңыздың себебі неде? Мен алдымен мектеп бітірер кезімде ұстаз жолын таңдамаған едім, бірақ уақыт өте келе университетте оқып жүрген кезімде өзімнің балаларыммен жұмыс істеуге құштарлығым оянып, оларға тәрбие берумен, білім берумен өзіме осылардың бәрін ұнайтындығын түсіндім. Неліктен ұстаздық жолын таңдадыңыз? Біріншіден, менің өзім осы лицейде үлгі тұтқан ұстазым Есіркева ағайдың қасына көмекші ретінде келуім болды. Екіншіден, ол осы Есіркева ағайдың жолын қуып, артында ізін жалғастырушы ретінде осы өзімнің тілеп ұшқан лицейіме қайтып оралдым. Мен де мұғалім болсам, талапты ұстаз болу арқылы талантты шәкірттер шығарамын деген үміттемін.